Амансыңдар ма балалар? Саламатсыздар. Бүгін қай күн? Бейсенбі. Бейсенбі күні біз не істейміз? Жарайсыңдар балалар, ұмытпасыңдар. Мен бүгін сендерге өте қызық ертегі әкелдім. Маша мен Аю. Ертегі тыңдаған жақсы көресіңдер ма? Ал енді тыңдаңдар. Мен ертегімді бастаймын. Маша мен Аю, дұрыс айтасың. Ертеде кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың Маша атты немересі болыпты. Бір күні Маша құрбыларымен орманға барады. Атасы мен апасы Машаға ескертеді. Маша, сен құрбыларыңнан қалқама дейді. Маша жарайды дейді. Маша оны тыңдамай, орманға алыстап, құрбыларынан бөлек алыстап кетіп қалады. Ол Маша адасқанын біліп, ары қарап, бері қарап, құрбыларына айқайлайды. Құрбылар даусы шықпайды, өйткені олар алыстап кеткен. Маша орманды аралап жүріп, ары жүріп, бері жүріп, бір үйге тап болады. Міне балалар. Аха, бір үйге тап болады. Әбде Машаның үйі. Машаның емес, ол Аюның үйі болады. Маша ішіне кірсе, ешкім жоқ. Маша қарап, бұл үйде кім тұрады? Кім тұрады екен деп ойланады. Сөйтіп ойланғанша, есіктен Аю кіріп келеді. Сен мен үйіме неге рұқсатсыз кіресің дейді. Маша қорыққаннан, мен адасып кеттім. Бүгін осында қонайыншы, ертең үйіме қайтамын дейді. Аю айтады, болды енді, сен үйіңе жібермеймін. Сен маған үйіңді жинайсың, отқа пісіресің дейді. Маша қарап тұрып, ренжіген сияқты болады да. Жарайды дейді. Сөйтсе, Маша біраз күн Аюның үйінде болады. Аюға отқа пісіреді, үйін жинайды. Бір күні Маша Аюға айтады, мен ата әжемді сағындым, мен ата әжеме жіберші дейді. Маша айтады, бармайсың сен. Одан гөрі Маша, сен көп маған бәліш пісіріп бер, мен өзім апарып беремін. Апа мен әжеме дейді. Сөйтсе, жарайды деп келіседі Маша. Маша көп қол бір қорап бәліш пісіреді. Бәлішті пісіріп дайындайды. Аю айтады, жаңбыр жауып тұр ма? Есікке шығып қарашы дейді. Аю есікке шығып кеткенде ақырын Маша барады да бәліштің арасына тығылып қалады. Аю қайтадан кіреді. Қарап тұрады да, дайын тұрған қорапты алады да, жотасына салып көтеріп, ары қарай алып кетеді. Аю көп ұзақ жол жүреді. Ары қарайды, бері қарайды, бір түбір тұр екен. Түбір деген білесіңдер ме? Ағашта дамыды. Қарап тұрады да, соған отырып демалайыншы дейді. Ана қораптағы Маша айтады содан кейін, түбірге отырма, бәлішті жеме, менің атам мен әжеме апар дейді. Қорқып кетіп, жан-жағына қарайды да Аю, қарашы, неткен қараңғы, бәрін көріп тұр деп, ары қарай жолын қайтадан жолға шығады. Ауылға жетеді. Ауылға жетіп, Маша ата әжесінің үйін табады. Барып есікті қағып тұр. Тұп, есікті ашыңдар, мен Машаға базарлық алып келдім дейді. Оны Аюның келген иттер біліп қояды да, абалап, Аюның ары жағынан, бері жағынан абалай бастайды. Аю қорыққаннан қашып жөнейді. Қорапты атасының әжесінің есігінің алдына тастап кетеді. Ата әжесі шығып деп қорап, не болды екен деп ашып қараса, ішінен Маша шығады. Сөйтіп, ата әжесіне аман есен Маша жетеді. Ертегі қызық екен балалар?